Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Оңтүстік патшалықта солтүстік Израиль патшалығының патшасы Жосапаттың мемлекеттік сапарына дайындық қызу жүріп жатты. Барлық жерде жалаулар көтеріліп, дәмді тағамдар ұсынылды. Израиль патшасы Жосапатты қабылдау ерекше оқиға болды. Патша өзінің не үшін шақырылғанын білді ме? Ахаб патша бұл туралы бірден айта бастады. Жосапат патша, жаулар ғилахаттық Рамотты басып алды. Біз енді оған ие емеспіз. Және бұл мені қынжылтады. Маған қаланы қайтарып алуға көмектесе аласың ба? Әрине, менің әскерлеріме сенуге болады. Бірақ алдымен Құдайдан кеңес сұрау керек. Солай ма? Мен оның разы болғанын қалаймын. Қандай да бір шешім қабылдамас бұрын Құдайдан кеңес сұраған дұрыс болады. Жосапат патшадан үлгі алуға болады. Оның өмірдегі жетістігінің сыры да осында екеніне мен нық сенімдімін. Барлығы Жосапатты жақсы көрді. Оның миллиондаған жауынгерлері болды. Және жаулардың ешқайсысының оған шабуыл жасауға батылы жетпеді. Ол көптеген жерден сыйлықтар алды. Құдай Жосапаттың кеңесшісі болды. Ол әрбір шешімнің алдында Құдайдан кеңес сұрады. Ахаб патша мүлдем ондай емес еді. Жосапат патшаның сөздері оған ұнамады. Балалар, сендер де Құдайдан кеңес сұрауды ұсынсаңдар, бұл біреуге ұнамауы мүмкін. Ахаб патша сияқты адамдар ең маңызды даналықты ұнатпайды. Мұны міндетті түрде істеу керек пе? Мақұл. Қызметші, пайғамбарларды шақыр. Айтыңдар, Рамот қаласына шабуыл жасау керек пе, жоқ па? Шабуыл жасау керек. Жеңіс біздікі болады. Ахаб патша риза болды. Бірақ Жосапат патша Құдайдың дауысын білді, және бұл дауыс Құдайдың дауысы емес еді. Ахабқа 400 пайғамбар өтірік айтты. Олар оған оның естігісі келгенін айтты, өйткені олар бұл үшін марапатқа ие болады. Басқа пайғамбардан да сұрап көрсек бола ма? Олардан басқа бір ғана пайғамбар бар. Бірақ мен оған шыдай алмаймын. Ол әрқашан қиындықтарды болжайды. Оны осында кел. Қызметшілер Микаяны алып келді. Бұл Құдайдың шынайы елшісі болды. Ол кейде әзілдегенді жақсы көретін. Микая, ал сен не айтасың? Рамот қаласына шабуыл жасау керек пе? Әрине, сен жауды жеңесің. Сен шындықты айтуың керек. Құдай саған не айтты? Ол шынымен де Құдайдың кеңесін тыңдағысы келді ме? Ол мұны естігісі келген шығар, бірақ оны орындағысы келмеді. Микая байсалды болып кетті. Құдай маған сенің әскерің жақын арада бақташысы жоқ қойлардай болатынын көрсетті. Ахаб патша, сенің әскерің сенсіз қайтып келеді. Оның айтқанын бәрі естіді ме? Ол маған өлім үкімін шығарды. Оны тез арада түрмеге жабыңдар. Ары қарай не болғанын келесі бөлімде білетін боласыңдар. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.